Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Buna endi mening şebirxonam. Biraz жұмыстарды қалай жасады, мынау саз балшықты қайдан алады деген сұрақтар болса, өзіміздің мына сарысуымыздың жиегінде мынандай бір тур осындай түрде бір осындай линия кетеді. Осы линияда жасыл саз балшық бар. Оны өзіміздің ұстазым Жұмабек Ғазиз ағам өз осы жақтың жерлерін қарап жүріп, іздеп жүріп, сол жерден тауып алған. Өзі басқа жаққа қоныс аударғанға байланысты маған сол жерді көрсетіп тастап кеткен. Сол жерден осындай саз балшық аламыз. Саз балшықты илейміз. Одан қатып қалмау үшін мынандай салапанға салып қоямыз. Сосын келгенде өзіңнің керекті жұмысыңды істейсің. Міне таяуда ғана істеген жұмысым Аллаху Акбар деген дұға. Міне көріп қойыңыздар. Менің инструментім көп емес. Өзім мынандай бір пышағым бар, мынандай аға пышағым бар, бізім бар. Міне көбіміз осы аспаппен ғана жұмыс жасай беруге болады. Міне айта кетсек, менің жұмыстарым таяуда ғана өзі бітірдім, былтыр бітіргем. Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулух деген аят. Алладан басқа тәңір жоқ екендігіне, Мұхаммед алейхиссалам оның елші екендігіне куәлік беремін деген. Бұл жерде Аллахумма солли ала Мухаммад Аллаху Акбар деген аят жазылған. Мына жерде міне Ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах, Алладан басқа тәңір жоқ, Мұхаммед оның елшісі деген жазылған. Мына жазуымызда міне Аллаху Акбар, Ла илаха иллаллах деп тұр. Мына жазуымызда La havla ve la kuvvete illa billah aliyyul azim. Mына енді қалыптарын, мысалы шағын қалыптар, жүрек, күн, екі қолсақ бұл бір-біріне жүзіп келе жатқан қалып қой. Мына енді Құран Кәрим. Бұл жай Құран Кәрім емес. Бұл жерінде аят бір. Ла илаха иллаллах Мұхаммадур Расулуллах деген аят сейіп кеткен жерде. Міне, кітаптың бейнесінде. Мынау кітап бейнесінде жасалған. Міне осындай жұмыстарымыз бар. Тағы да таныстыра жатармыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.